Жасы қайырлы күн. Бүгін қызыл бархат тортын дайындаймыз. Ең алдымен май мен қантты араластырамыз. Жұмыртқа саламыз. Сұйық май құямыз. Құрақ заттарды біріктіреміз. Кейін сүтімізге бір қасық бояу саламыз. Ұн мен сүтімізді құйып, аз-аздан миксерлеп құйып шығамыз. Үш бөлікке бөліп 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Сливкimiz көпіртеміз. Қоюланғанда сүзбелі іремшік пен қант ұнтағын салып, тағы да миксерлейміз. Бисквит суыған соң кесіп, тегістейміз. Қалған кремдерді тортымызды тегістеп, бисквиттің сұйықтарын жабыстырып шығамыз. 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып тұндырамыз. Осылай жұмсақ болып шықты. Сіріп көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.